Құрметті көрермендер, жаңа жыл мейрамы келе жатыр. Сол себепті де бүгін біз шырша пирогын пісіретін боламыз. Бізге небәрі осындай қатпарлы, дұрыс жасалған қамыр керек, куриный рулет керек, теркадан өтілген сыр және де пирогтың бетін әсемдеуге осындай кунжут керек. Алдымен қамырды ұн сеуіп, жұқалап жайып аламыз. Менің қамырым кішкентай болғандықтан мен екеу қолдандым. Қалған бөліктерін біріктіріп, тағы да бір пирог жасасаңыздар болады. Жайылғаннан кейін осылай үш бұрыштап форма жасаймыз. Кесілген қамырдың үстіне рулеттерді осылай қойып шығамыз. Одан кейін сырды үстіне себеміз. Сырымыз көбірек болғаны жақсы, сол кезде өте дәмді болады. Енді екі қамырды осылай қолмен басып біріктіреміз. Бірігіп болғаннан кейін аралары 2 сантиметрден қамырды осылай кесеміз. Көріп тұрғандай кесілген қамырларды осылай ораймыз. Оралып болғаннан кейін жұмыртқаның сарысына кішкене ғана сүтті құйып, бетіне жағып шығамыз. Жағылып болғаннан кейін приправа болса приправа себеміз, және де кунжутты себеміз. Сол кезде түрі өте әдемі болады. Тұрған пеште 180 градуста пирогымызды пісіріп аламыз. Примерно жарты сағатта қызарады. Қызарып болғаннан кейін пештен шығарасыздар. Пирогымыз осымен дайын болды. Сәлеметсіздер ме көрермендер, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге насихат. Достар, бүгін біз бір ғана ашытылған қамырдан бауырсақ, пицца, пирожки жасайтын боламыз. Достар, бізге алдымен осы ыдысқа жылы суымызды құйып аламыз. Одан кейін барып 3 қасық майонез саламыз. Үлкен қасық болу керек. Үш қасық қантымызды саламыз. Тұзымызды саламыз. Кішкене бір қасыққа жетпей салсақ болады. Міне осында жетеді бізге. Және де бір қасық дрожь саламыз. Венчикпен араластырып аламыз. Дрожьтың бәрі еруі керек. Енді ұнымызды салып, қамырымызды илейміз. Қамырымыз жұмсақ болмауы керек. Бешбармақтың қамырына илеген сияқты кішкене қаттылау болсаңыздар да болады. Достар, мінекей қамырымды илеп алдым. Қатты жұмсақ емес. Осындағы билейсіздер. Сүйекмай құямыз. Қамырымызды жақсылап илеп аламыз. Сонымен қараңыздар, міне қамырымыз жұмсақ болған жоқ, кішкене қаттылау болды. Бетін жауып 40 минут 1 сағатқа жылы жерге қойып қоямыз. Ашыған қамыр ровно 1 сағат тұрды. Осылай пышный болып көтерілді. Енді осыны 3 бөлікке бөліп, пирожки, пицца, бауырсағымызды пісіреміз. Қазанға майды құйып қыздырып алдым. Алдымен бауырсақ пісіреміз. Бауырсақтың қамырының қалыңдығы примерно 5 мм болуы керек. Сол кезде пышный болып шығады. Енді пирожки пісіретін боламыз. Пирожкидің қамырын мен алтыға бөліп алдым. Салмасына алдын ала картошканы қайнатып, қара бұрыш, қызыл бұрыш, тұзын сеуіп дайындап қойдым.
пиццаның қамырын жайып аламыз. Маған негізі томат жаққан ұнайды, кетчуп жасаңыздар да болады. Томатымызды жағып, сырымызды сеуіп, үйдегі бар зат, колбаса, куриный рулет болса, турап бетіне салып, қызып тұрған пеште 200-220 градуста қызартып пісіріп аламыз. Пісті деген кезде бетіне тағы да сырды сеуіп, 1-2 минут ұстап, сосын пештен шығарамыз. Достар, бір ғана ашыған қамырдан осындай бауырсақ пісіруге болады. Мынандай пирожки пісіруге болады. Және де осындай пицца пісіруге болады. Қарап көріңіздер, өте жұмсақ, дәмді болып пісті. Сіздер де жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.